Достар, ассалаумағалейкум. 22 қараша, Ұзынағаш мал базары, Алматы, сағат таңғы 9. Қазір жылқы, ірі қара қой ретімен көрсетіп беремін, соңына дейін көріңіздер. Біреу еркек, біреу ұрғашы, жуас жабағылар 240 мыңнан сұрап жатыр. Адамдар қызық тұр, бойлары биік екен. Бір жарымдар еркектер екеуде 370 сұрап жатыр. Байланған дейді, өйткені сондықтан қымбат. Екі ұрғашы, қалғандар еркек, жабағылар 160 сұрап жатыр. Бұлары 145, бәрін алсаң дейді. Екі жабаға 190 сұрап жатыр. Сауда бар. Байқасаңыз нақталары жаңа. 3 туған бие 600 мың дейді. Құлыны еркек 600 мың теңге. Августта толған, тамыз айында. 6 жасар дейді. 500 мың сұрап жатыр. Қысыр байлағанға болады. Буаз 4 жасар биелер, қарасы 650, көгі 700 мың. Тяжеловоз. Бергісі бие, арғылары байталдар 370 мыңнан сұрап жатыр байлағанға. Менің емдегі тайлар сияқты 530 мың сұрап жатыр. Байланған енді бірақ қымбат сияқты. Тайларға 450 мыңнан сұрап жатыр. 3 ай байланған дейді. Олар уже кішірек, менің тайларымнан 210 береді дейді, бірақ 210 бермейтін алар. Арғысы беретін шығар енді. Торы құнан шығар 500 мың дейді. Қараға 380 сұрап жатыр. Кеденесі осындай, арғысы 300-ге болады. Бірінші партиядан 9 бас сойылып кетті, келесі партия 14 бас. Осы субботадан бастап жілікке жазуыңызға болады. WhatsApp экранда 2200-ден. 3 байтал 360 мыңнан сұрап жатыр, сауда бар. $160 мың дейді. Жуан пішпе ат, бойда биік, 550 мың дейді. Менің ірі тайларымдай 500 мың сұрап жатыр. Байтал 450 байланғандар. Мінгі құнан 450 мың дейді. Кішірек байланған тай 350 мың дейді. 4 жасар англичанин 700 мың. 5 жасар 550 мың. Примерно 160 бой құнан көк 500 мың дейді, 450-ге берілмеді. Жақсы семіріпті мұна тайлар 480 мың дейді. Сауда бар, жуан екен мінеке. Артынан. Екеуі бірдей. Байланбаған тай 350 мың дейді. Көкке 380 сұрап жатыр. Кішкене байланған. Баға қымбаттады жорстко. 355-ке сатылды. 355. Айғырға, үйірдің айғыры 800 мың сұрап жатыр. Қазір 600 мың беріп жатыр, сатылмай жатыр. 750 болатын жаңа. Машинадағы жабағылар 160-тан беріледі дейді. Адам көп екен. 200 дейді, сауда бар. Бой биік байтал 400 мың дейді. Жет жасар ірі айғыр байланған 700 мың теңге дейді. Жабы бие екен, 4 ай женделген 500 мың дейді. Биелі тегіс екен, 5 жасар 550 мың дейді. Болатын жері 530 айғыр. Полторашка 350 мың дейді. 2 ай байланған, 2 апта байланған. 350 сауда бар. Оптың бағасы қымбаттады Алтын Ордада, сондықтан жоқның да бағасы қымбат. Қазір қарап
бір апталық ұрғашы бұзау 55-ке сатылды. Мына бұқа 230 дейді. Бергісі. Кәдімгі шаруа сиыр, 3-ші бұзауы 5-6 литрі бар дейді. 430 мың теңге. Арғы бірінші тума пародисті дейді. 450 мың теңге бірінші бұзау. Қазір бұзау емі батыр дейді. Ар жағында. Алатауский порода 4-ші бұзау ішінде 450 мың теңге. 15 литрі бар дейді. 195 сұрап тұр мынаған. Мынаған 160, мынаған 160 сұрап отыр. 9 айлық бұқа дейді, 190 мың теңге сауда бар. Мынандай бұзаулар 150 мыңнан алынды еркектер. Ұрғашы бұзау 125 мың дейді. Мына еркек бұзау 205 мыңға берем дейді, 230 сұрап тұр. 385 сұрап отыр, 3 бас. Мектада ұзын бұқалар 175-тен. 300 мың дейді насир. Тура проходта тұр екен, бәрі қызық тұр. Жасын білмейді. Мына тигровый бұқаға 450 мың сұрап. Бір ай байланған 450 мың дейді, 2,5 жасар бұқа. Корабль сиыр екен, 550 мың сұрап отыр. Қыстатуат 4-ші бұзау. Байланған 260 мың. Байланған 360 мың сұрап отыр. Сары бой биік бұқаға 300 мың сұрап отыр. Бірақ арық. Ұрғаш тана 240 мың. Еркектер 190 дейді. 430 дейді. Өгіз байланған. Мынақты үлкен бұқа 530 дейді. Кішірек бұқалар 200 мыңнан дейді. Еркектер 150 дейді. Оң жанда тұрған ұрғашы, ол да 150. Патсос. 235 мыңнан сұрап тұр, шығыс. $185 оптым еркектер. Мына патсостар 200 мыңнан. 165 сауда бар. 390 1,5 жасарлар, Ауликольская сияқты. Қойлар 45 мыңнан. $28 мыңнан оптым сауда бар. Қой 37 мың, ешкі 25. Қазақ тоқтылар дейді, 32 мыңнан оптым, келісеміз. Мына тоқтылар 43 мыңнан оптым болса сауда бар. Қойдың бағасы жақсы сияқты, 34 мың дейді. Үлкен қошқар сияқты саулық 85 мың дейді. Жас қойлар, семіз әдемі, 60-ға болады сатылатын баға. Мықты қойлар екен, қошқарды емес. 77 мыңнан кетіпті ірілері. Саулықтар қошқар қосылмаған 42 мыңнан. Текеге 30 мың дейді. Саулықтар 70 мыңнан. Етке. Қырқығаны 150 мыңнан дейді. Жүні бары 200 мың. Көргеніңіз үшін рахмет. Базар осындай болды. Сау болыңыздар.